Сәлем, мен ерітіндімін. Мен екі бөліктен тұрамын. Еріткіш және еріген зат. Көбіне менің еріткішім су. Егер суға қант немесе тұз қоссаң, біз бірге бір текті қоспаға айналамыз. Сонда мен ерітінді боламын. Менің басты ерекшелігім еріген заттың мөлшері. Оны ғалымдар еріген заттың массалық үлесі деп атайды. Ол омега әрпімен белгіленеді. Еріген заттың массалық үлесі деп, оның массасының ерітінді массасына қатынасымен өлшенетін шаманы айтамыз. Ерітіндідегі еріген зат пен еріткіштің ара қатынасын көрсету үшін концентрация деген түсінік қолданылады. Ерітіндідегі еріген заттың шамасына қарай ерітінділер сұйық немесе концентрлі болады. Мен табиғатта да, тұрмыста да, зертханада да өте маңызды рөл атқарамын.